Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы. Қазіргі кезде хит болып жатқан дастархандарыңыздың көркін ашатын 4 түрлі салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Менің жаңа видеомды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін бас қойды ұмытпаңыздар. Ең бірінші салатымыз рокколамен және де қуырылған брынзамен жасалатын салат. Ең алдымен брынзамызды дәл осылай 4 бүрішті бөліктерге бөліп шығамыз. Одан соң ыдысымызға салып, бір ас қасық кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырамыз. Баклажанымызды, яғни баялыны да дәл солай 4 бүрішті етіп турап шығамыз. Оны да ыдысымызға салып, бір ас қасық кукурузный крахмалымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, ең алдымен брынзаларымызды қуырып аламыз. Сары түске айналғанша жақсылап қуырып алыңыздар. Неке осындай сарғышта түс болған кезде алып аламыз. Одан соң артынша біздің баклажанымызды да дәл солай сары түске айналғанша қуырып аламыз. Ендігі кезекте болгарскийімізді дәл осылай турап аламыз 4 бүрішті етіп. Одан соң біздің черри қызанағымызды дәл ортасынан бөліп шығамыз. Ыдысымызға ең алдымен рокколаны салып алдық, оның үстіне болгарский, помидор, қуырып алған баклажан, дәміне қарай паприка және де кішкене ғана тұз қосамыз. Тұзды көп қосып қоймаңыздар, өйткені брынзаның тұзы болғандықтан көп қосуды қажет етпейді. Ең соңында оливковый, яғни зәйтүн майы немесе сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, ыдысымызға салып аламыз. Ал қуырып алған брынзаларымызды ең бетіне салып шығамыз. Мінеке достар, қуырылған брынза және де роккола қосылған салатымыз дайын болды. Дастарханға ерекше сән береді және де қазіргі кезде хит болып жатқан салаттардың бірі. Бұны да міндетті түрде дайындап көріңіздер. Екінші біздің салатымыз банан қосылған салат. Бұл ерекше салаттардың бірі болып саналады. Ең алдымен бізге керегі бұл жерде тауықтың еті алдын ала пісіріп турап қойдым. Одан соң сыр, майонез, банан, 2 жұмыртқа, помидор және де осындай ыдысымыз керек. Және де осындай моцарелла сырлары керек. Ең алдымен ыдысымызға осылай ұзыннан туралған біздің тауықтың етін салып аламыз. Барлығын салмаңыздар, жартысын ғана салып, шамалы тегістеп аламыз. Одан кейін майонезімізді дәл осылай арасына жағып шығамыз. Одан кейін сырымызды саламыз. Сырды да бәрін бірге салып жібермеңіздер, жарты бөлігін ғана салып шығамыз. Тағы да үстіне майонезімізді салып шығамыз. Одан кейін жұмыртқамызды ұзынан турап аламыз. Туралған жұмыртқамызды салып, оның үстіне майонезімізбен тағы да жағып шығамыз. Тағы да қалған тауықтың етін салып, үстіне майонезімізді жағып, оның үстіне сырдың тағы да кішкене бөлігін саламыз. Тағы да майонезбен жағып шығамыз. Банандарымызды дәл осылай жіңішке қылып турап шығып, үстінен салып шығамыз. Одан соң тағы да майонезімізді салып, кішкене бөлігі қалған сырымызды бетіне салып шығып, бетін жауып, морозильникке 20-30 минутқа қалдырамыз. 20 минут өтіп шықты, дәл осылай тарелкамызға дәл осылай аударамыз. Сол кезде ортасында болып, әдемі болып түседі. Майонезімізді бетіне жағып шығып, оның үстіне біздің помидорымызды дөңгелек етіп турап саламыз.
Одан соң ең соңғы рет майонезіміз тағы да бір рет жағып алып, біздің моцарелла сырларымызды екі ортасынан бөліп, үстіне қойып шығамыз. Әсемдігі ретінде сырмен әрлеп жіберсеңіздер де болады. Мінекей достар, біздің банан қосылған ерекше салатымыз дайын болды. Дәмі сіздерге міндетті түрде ұнайды, сол үшін жасап көріңіздер. Біздің үшінші салатымыз капреза салаты. Өте оңай жасалады, барлықтарыңыз жасай аласыздар. Алдымен орташа пішіндес помидорымызды дәл осылай дөңгелек етіп кесіп шығамыз. Немесе көлемі шамалы кішірек болса да жақсы. Менікі осылай орташа пішіндес қызанақты, яғни помидорды таңдадым. Одан кейін моцарелла сыр керек. Моцарелла сырларымызды осылай дөңгелек пішінге бөліп аламыз. Сұйық майымызға дәміне қарай кішкене ғана тұз салып, осындай орегано приправасын салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Ең алдымен біздің помидорларымызды, яғни қызанағымызды қойып шығамыз. Дайын дөңгелек моцарелла сырын қолдандым. Ол маңызды емес. Ең бастысы моцарелла сырының кез келген түрін қолдасаңыздар да болады. Осындай бірінен соң бірін қойып шығамыз. Әсемдік ретінде жалбызды пайдаландым. Бұл да өз қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Ең соңында біздің дайындап қойған соусымызды үстінен құйып шығамыз. Мінекей достар, дастархандарыңыздың көркін ашатын тағы да бір салаттың түрін дайындадық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де біздің ең соңғы төртінші салатымыз хризантема деп аталады. Өте әдемі, ең әдемі салаттардың бірі деп айтсам да болады. Дастархандарыңызға ерекше әсемдік береді. Дәмі де сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Бізге керегі піскен филе еті, консервадағы шампиньон, майонез, жүгері, жұмыртқа және де осындай чипсы керек. Ең алдымен филе етімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан соң шампиньондарымызды тураймыз, барлығын осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Одан соң жұмыртқамызды сарысынан бөліп аламыз. Жұмыртқамыздың ағын терканың ірі тістерінен өткізіп шығамыз. Ал сары бөлігін теркамыздың ең ұсақ жерінен өткіземіз.
Барлығын жинап болған соң ыдысымызға әдемілеп жинаймыз. Ең алдымен туралған тауық еті әдемі формаға келтіреміз. Оның үстінен майонезімізді жағып тегістеміз. Одан соң шампиньондарымызды салып шығамыз. Үстінен майонезімізді жағып тегістеп шығамыз. Содан кейін жүгерімізді салып шығамыз. Әдемілі формаға келтіреміз. Оның үстіне майонезімізді жағамыз. Және де теркадан өтілген жұмыртқаның ағын салып шығамыз. Майонезімізді жағып, әдемілі формаға келтіреміз. Ең соңында жұмыртқаның сары бөлігін үстінен сеуіп шығамыз. Барынша бір тегіс қылып сеуге тырысыңыздар. Мінекей дайын болды. Енді чипсыдың көмегімен әсемдеп шығамыз. Міне осылай бір-біріне қарама-қарсы салып шығу керек. Барынша әдемі қылуға тырысыңыздар. Өйткені осы әсемдеу арқылы біздің әдемі хризантема гүліміздің формасына келтіреміз. Міне біздің өте әдемі салатымыз дайын болды. Достар, міндетті түрде осы салатты дайындап көріңіздер. Кез келген дастархандарыңыздың көркі нашары сөзсіз. Видеоны тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.